туған күн көп, сюрприз көп, айтпай алып келу көп. Неше түрі қазір. Енді бизнесмендер ақша табу үшін неше түрін шығарып қояды ғой. Соны алуымыз керек қой. Қарап отырсаң енді шашылу көп. Күшті. Баян туғандар күшті өтетін еді ғой. Үйге жасайсың, еще тарсылдатып билейсің, әңгімені айтасың, тырқылдайсың. Ресторанда өзің отыра алмайсың ғой, себебі мына жағында ағайын тума, мына жағында енелерің, мына жақта көршілерің. Ана жерде ұсталып алып таңғалам туған күн істегенде. Ана жерде екеуі бастан аяқ бүйтіп тұрады. Ақша жинап тұрады ғой деп. Анау ақша береді, взнос жинап тұрады бостан-босқа деп. Үйдене тарсыл билейсің, төрде отырасың. Анау құсап, ақша жинап, мақиып тұрасыңдар. Маған тіркеп лайк басып қойыңдар енді хотя бы.